Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақ тақырыбымыз адамның эволюциясы, адамның шығу тегі туралы алғашқы көзқарастар. Дәптерлеріне тақырыпты жазып алыңдар. Бүгінгі сабақта біз адамның шығу тегі туралы түсінік білеміз. Тарихи даму кезеңдерімен танысамыз. Нәсілдік ерекшелігін ол туралы келесі сабақта танысамыз. Және қандай биологиялық, әлеуметтік факторлар, рухани қазыналар жаңағы адам түзілуіне әсер етті. Адамның шығу тегіне әртүрлі ғалымдар өз көзқарастарын айтқан. Мысалы, ежелгі грек философтар Аристотель антропология деген терминін ғылымға енгізген. Карл Линней 18 ғасырда адамдарды сүтқоректілер классына, приматтар отрядына, саналы адам түріне жатқызады. Сендер білесіңдер, Карл Линней ол систематика деген ғылымының атасы деп есептейді. Жорж Бюфон приматология ғылыммен айналысады. Орангутангтар туралы еңбек жазды. Жан-Батист Ламарк адам тектес маймылдардан шыққан, адам мен маймыл арасына өтпелі форма болуы мүмкін деген. Буше де Перта қазба қалдықтар, тастан жасаған құралдардың қазбаларын зерттеп, мамонттардың кезімен сәйкес зерттеді. Чарльз Дарвин адамның дамуындағы әлеуметтік фактордың рөлі, адамның шығу тегі және жыныстық сұрыпталу деген еңбегін жазған. Фридрих Энгельс маймылдың адамға айналу барысындағы еңбектің рөлі, адамды адам еткен еңбек деп түсінігін тұжырымдаған. Адамның шығу тегі туралы алғашқы эволюциялық көзқарастар көне заман ойшылардың еңбектерінде кездеседі. 18 ғасырда Карл Линней адамды лемур және маймылмен бірге приматтар отрядына жатқызады. Ламарк адам ағаштардағы өрмелеуден жер бетімен жүруге көшкен маймыл тәрізді ата тектерден шықты деп жорамалдайды. Адам тарихын түсінуінде ірі оқиға Чарльз Дарвиннің адамның шығу тегі мен жыныстық сұрыпталу атты еңбегінде болады. Ұлы ағылшын ғылымының бұл еңбегі түрлердің шығу тегі атты туындысы сияқты адамның құдай жаратылған деген көзқарастар да болған. Ал адамның әлеуметтік тұлға ретінде қалыптасуына заңдылықтарын одан кейінгі уақытта тарихи материализмнің негізін қалаушылар ашты. Адамның шығу тегі мен эволюциясын, оның жануарлар ата тектерінің тіршілігі қандай биологиялық заңдылықтарға тәуелді болғанын, биологиялық заңдылықтардан әлеуметтік заңдылықтарға көшу процесін зерттеумен жаратылыстанудың саласы антропология айналысады. Антропология грек тілінен адам деген мағынаны білдіреді. Бүгінгі таңда адам баласының жер бетінде пайда болу жөнінде 3 түрлі пікірлер бар. Мұндай көзқарастар біріншісі ол діни түсінік. Бүкіл әлем, жануарлар, соның ішіне адамды, оның бәрін Құдай жаратты. Ол креационизм пікірлері. Екінші көзқарас, адам жер бетіне ғарыштан пайда болған. Ол жаңа панспермия теориясының көзқарастары. Қазіргі кезде де кейбір ғалымдар осы теорияны ұстанады. Ал үшінші пікір бойынша адам баласы жер бетіндегі басқа тіршілік иелері сияқты ұзақ эволюциялық даму нәтижесінде қалыптасқан. Әлемнің көпшілік ғалымдары осы көзқарасты жақтайды. Осы көзқарас Чарльз Дарвиннің ілімінен пайда болды. Және осы ілімде ол жаңағы жазды қалай адам пайда болған туралы. Мысалы, адамның бұрынғы формалары қолдары аяқтарынан ұзын, терісінің қалың түк басқан ірі маймылдарға ұқсас болған екенін жазған. Және қазба қалдықтар арқылы анықталған. Адамдар жануарлардың
дүниесінен жүйелеудегі жаңағы сипаттама. Жүйелеу қатары адам тип желілері. Жүйелеу себебі өйткені ұрығында хорда жүйке түтігі желбезек саналары болады. Тип тармағы омыртқалылар, өйткені омыртқа жотасы, жұп, аяқ қолдары, жүрегі, кеуде қуысында орналасқан. Класс сүтқоректілер, жүрегі 4 бөліктен, сүт бездері, денесінде түктер бар, тістері топқа бөлінеді. Класс тармағы ұрық жолдастылар, ұрықтары аналық жатырда дамиды, плацента арқылы қоректенеді. Отряд приматтар, саусақтарының орналасуы, тырнақтары, бұғана, сүйегі бар, сүт түстері тұрақты тіске алмасады. Отряд тармағы адам тектес маймылдар, қан топтары, ымдау бұлшық еттері, алдыңғы ми иірімдері тұрады, соқыр шегі бар. Осы жаңағы маймыл тектес, адам тектес маймылдарға ұқсас. Тұқымдасы гоминид адамдар, биохимиялық тұрғыдан жақын ДНК молекулалары. Туыс адам, тік жүру, ми сауыты үлкен, бас бармақ басқа саусақтарына қарама-қарсы орналасқан, аяқтары қолдарынан ұзын. Адам мен адам тектес маймылдарды салыстыру. Ұқсастығы: орталық жүйке жүйесі, шартты және шартсыз рефлекстер болады, есте сақтау қабілеті, тырнақтары, терісінің құрылысы, қан топтары, жалпы аурулары, паразиттері, 12-13 жұп қабырға, 5-6 омыртқалы 8 көз, тіс түрлері, хромосома саны, қуану, ызалану, реніш, ұрпағында мейірімділік көрсету. Не осындай ұқсастық қасиеттері бар. Ал айырмашылығы: тік жүру, омыртқалы жотасының иірімділігі, бас бармақ басқа саусаққа қарағанда қарама-қарсы, жамбас қуысы қысыңқы, кеуде қуысы жалпақ, ми көлемі 1400-1600 куб сантиметр болады. Үлкен ми сыңарлары маңдай, төбе, самай жақсы дамыған. Терісінде түктер аз, дыбыс саналуындағы бұлшық еттер дамыған. Мұнда салыстырмалы түрде сурет көрсетіп тұр. Ми сауыты маймылдарда кішіректеу адамға қарағанда, адамның омыртқасы жотасы S тәрізді, ал адам тектес маймылдарда түзу болған, жамбасы кішкентай, ал адамдікі екі жағынан қысыңқы, мынау жалпақ, оң жақ және сол жаққа созылған. Табаны бізде башпамен орналасуы, ал мұнда кішкене немен басу, саусақтармен. Және қолдары адам тектес маймылдарда ұзын болған, ал адамда кішірек болады. Келесі. Адам эволюциясы. Адам эволюциясы 3 кезеңге бөлінеді. Біз бірінші ежелгі адамдар, олар арханатроптар деп аталды. Екінші ертедегі адамдар палеантроптар, және үшінші осы заманғы адамдар неотроптар. Ежелгі адамдар питекантроп және синантропқа бөлінеді. Ертедегі адамдар неандерталь, және қазіргі адамдар ол кроманьондар деп аталады. Мұнда суретте көрініп тұрды. Ежелгі адам, ертедегі адам және қазіргі адамдар деп бөлінеді. Мұнда да мысалы антропоген кезеңі бірінші голоцен болған, плейстоцен, сосын неоген, плиоцен, миоцен және палеоген, ол бізде олигоцен және эоцен, палеоцен болған. Біз астынан бастаймыз. Палеоген кезеңде, палеоценде бірінші приматтар пургаториус деген пайда болған, лемурға жатады. Олар жәндікпен қоректенеді. Олардан маймылдар пайда болды, құйрықты мартышкалар деп айтуға болады, және адам тектес маймылдар пайда болды. Олар тармақтарға бөліне бастады. Жаңағы ежелгі лемурлар осындай жартылай маймылдарға жататын отрядқа бөлінді. Мысалы, тупаи, лемуры, лори,
аяқ қолдылар долгопяттар деп бөлінген. Ал жай маймылдар, нағыз маймылдар, олар рамопитек адам тектес маймылдарға және нағыз маймылдарға тұқым берген. Нағыз маймылдар мартышкалар, цебит, игрунуки деген маймылдарға пайда берген. Ал адам тектес маймылдар гибон, понгит және гоминидке тұқымдарын берген. Саналы адам мен адам тектес маймылдардың эволюциялық даму. Бунақ дене қоректі маймылдар 25 миллион жыл бұрын пайда болған. Тар танаулы маймылдар 36-40 мың жыл бұрын пайда болған. Дриопитектер 20 миллион жыл бұрын пайда болған. Рамопитектер 14-8 миллион жыл пайда болған. Мынау не рамопитектің суреті. Адамға ұрпақ берген маймылдар. Саналы адам мен адам тектес маймылдардың эволюциялық дамуы. Біріншіден австралопитек 8-2 миллион жыл бұрын болған. Мына бірінші австралопитек. Сосын ептадан хомо хабилис 3-2 миллион жыл бұрын болған. Арханатроп, питекантроп деп атайды. Тік жүретін адам хомо эректус 1900-600 мың жыл бұрын пайда болған. Арханатроп, синантроп 1,5 миллион 500 мың жыл бұрын пайда болған. Оны тағы да палеантроп деп атайды. Палеантроп неандерталь 1,5 миллион 250 мың жыл бұрын пайда болған. Және соңғы неантроп немесе кроманьон 50-30 мың жыл пайда болған. Мынау қазба қалдықтары жаңағы адамның, ежелгі адамның қазба бас сауытының қазба қалдықтары. Салыстырма кезінде сауыттары, ми сауыты үлкейе бастаған. Келесі. Мысалы, салыстырмалы кезде гоминидтердің мидың сауыттары, гоминидтердің питекантроп, австралопитек, неандерталь және кроманьонды салыстырғанда ми сауытының көлемі австралопитекте 650-550 куб сантиметр болған, питекантроп 950-900 сантиметр куб, неандерталь 1600-1400 сантиметр куб және кроманьон 1580-1476 сантиметр куб. Тік жүру австралопитектер үйрене бастады, питекантроптар үйреніп жүрді, неандерталь жүрді және кроманьондарға да жүрді. Қол дамымаған, питекантропта жартылай дамыған, неандертальда дамыған және кроманьондарда жақсы дамыған. Сөйлеу әрекеті австралопитекте болған жоқ. Питекантропта сөйлеу бөлшектері мида және артикуляция бетіндегі бөлшектер арқылы болған. Неандерталь жаңағы бетіндегі бұлшық еттері дамыған, жаңа сөйлеуге артикуляция жасау үшін. Келесі кроманьондарда үлкен жақ асты дами бастады және келесі отты қолдану австралопитектер қолданбаған, питекантроптарды қолданған, неандертальда қолданған және кроманьондар қолданған. Өмір сүру түрі австралопитектер бір орында өмір сүрген, питекантроптар үлкен топтармен өмір сүрген және үшінші неандертальдар, олар община пайда болды, бір орында өмір сүрген, және кроманьондар община пайда болып, рулар пайда болды, туыстар, тұқымдастар пайда болды және бір жерде өмір сүрген. Бойлары австралопитектер 120-140 сантиметр, питекантроп 150-160 сантиметр, неандерталь 160 сантиметр, кроманьон 170 сантиметр. Бойлары ұзындай бастады, өйткені олар түк
жүре бастағасын. Қолданатын қарулар австралопитектер сүйектен, ағаштан, жаңағы тастардан жасаған. Питекантроптар тастан ұқсас жаңағы пышаққа және балтаға ұқсас қарулармен қолданған. Неандертальдар олар әртүрлі мысалы темірден де мыстан да жасай бастаған. Ал кроманьон қазіргі кезде әртүрлі металдардан, әртүрлі бұйымдардан жасаған. Ойлау қабілеті питекантроптар олар жоғары приматтарға жатқан. Питекантроптар олар өз тәжірибесін жинап, абстракция болған жоқ, то есть олар фантазия, ойлау қабілеті ондай дамымаған. Келесі неандертальдың да ойлау қабілеті дамый бастады, ал кроманьонда ойлау қабілеті өте жақсы дамыған. Бір-бірімен қарым-қатынасы, зоокоммуникация дегеніміз ол жаңағы бір-бірімен бір-бір даралармен қарым-қатынасқан және жануарлармен. Екінші питекантроптар тайпалардың ішінде, неандертальдар жаңағы өздерінің мекендейтін общиналар ішінде, жаңағы кроманьондар общиналардың арасында. Коммуникация түрлері невербальный дегеніміз ол жаңағы сөзсіз, тек қана қолмен. Питекантроптар қарапайым сөйлеу сөздер болған. Неандерталь өзі сөйлеп қарапайым сөйлеу болды, және кроманьон бос, еркін сөйлеу. Әлеуметтік жады питекантроптарда болған жоқ. Неандертальда жаңағы тәжірибені алмасу, біреуге ұқсас болу. Сосын неандерталь қарапайым тотем, амулеттер қолданған, әшекей бұйымдар. Ал кроманьондар әшекей бұйымдар жаңағы және жай жадыда дамыған. Міне сахеланотроп деген маймылдың, адам тектес маймылдың ми сауыты табылған 6-7 миллион жыл бұрын. Сахараның оңтүстік маңынан табылған ежелгі гоминидтердің өкілі. Дюрап шөлді жерінен 2000 жыл бұрын, 2001 жылы табылған бас сүйек. Миының көлемі 350 сантиметр шамасында 2 аяғымен қозғалуған болуы мүмкін. Және 2000 жылы Кениядан табылған миллениум адам деген атпен белгілі адам қазбалары табылған. Мысалы, мынау жаңа суреттер. Австралопитектердің суреті, тік жүретін адамдар. Homo erectus деп атаған. Homo habilis ол епті адам. Ол жаңағы өзі тек қана жануарларды аңда аулаумен емес, өзіне қару-жарақтар жасаған. Сондықтан епті адам деп айтқан. Неандертальдықтар олар жаңағы бірге тұрған тайпалармен. Сосын келесі кроманьондықтар, олар да сөйлеу қабілеті дами бастады және олар қару-жарақтарды қолданып және олар сөйлеу қабілеті дами бастады. Мен мынау мекендейтін жерлері басында Африкадан басталып бүкіл Европа, Азияға дейін таралған. Қызғылт сары Homo erectus тік жүретін адам. Сары түспен Homo habitus
ол жанагы епті адам және австралопитекус жасыл түспен белгіленген. Қай жерде таралған? Көбінесе міне көріп тұрсыңдар, Африка елінде ең алғашқы адам Олдувай, Танзанияда ежелгі мәдениет пайда болған. Ява, Индонезия жерінде де қалдықтары табылған. Міне кроманьондықтар уже жаңа тасқа сурет салып үйренген. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Үйде осы бейне сабақты қарап, қосымша сайтта лекция болады, лекцияны көшіріп жазыңдар, және лекцияның астында қосымша тапсырма болады. Егер түсініксіз бірдемелер болса, WhatsApp-қа жазыңдар, мен түсініктемелерін жазамын. Осымен сау болыңдар.